Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Біз келесі дәрісімізді жалғастырамыз. Келесі тоқталып өтетін улы заттардың бірі ол фитогемоглютинин, яғни фазиолус вульгарис қызыл бұршақ тұқымынан алынған өсімдік тектес лектин ақуызы немесе бұршақ. ФГА екі ақуызды қамтиды, яғни лейкоагглютинин, ол лейкоциттерді агглютиндейді, яғни жабыстырады, және эритроциттерді агглютининдейтін фитогемоглютинин. Құрамында галактоза, N-ацетилглюкозамин және маноза қалдықтары бар күрделігі олигосахаридтерді арнайы байланыстырады. ФГА шикі немесе шала пісірілмеген бұршақты тұтынған кезде адамдарда және моногастральды жануарларда уланды тудыруы мүмкін. Қауіпсіз ФГА деңгейлеріне бұршақ дұрыс пісірілгенде, яғни 100 градус температурада кемінде 30 минут қайнатылу керек. Қол жеткізіледі. Қайнаудың жеткіліксіздігі, мысалы 75 градуста пісірілу, токсин толығымен жоймауы мүмкін. ФГА-дан басқа бұршақтарда альфа-амилаза ингибиторы бар, бірақ бұршақ тұтынудан кейін крахмалдың қорытылуына әсер етпейтін мөлшерде ғана. Симптомдар әдетте 4-5 сағат ішінде жойылады. Шикі бұршақ тұтынғаннан кейін пайда болады. Улану белгілері 3 сағат ішінде пайда болып, жүрек айнуы, су және диареяны қамтиды. Соламин, соланум, алқа. Өсімдік гликозиді, яғни алкалоид. Бұл органикалық қосылыс, химиялық жағынан стероидтермен байланысты, алқа тұқымдасының өсімдіктеріне кездеседі және инсектицид әсерге ие. Адам және жануарлар ағзасына соланинді көп мөлшерде қабылдау улануға әкеледі. Соланум туберозум, яғни картоп. Кейбір картоп сорттары жарыққа түсіп жасыл түске айналса, улы соланинді шығаруы мүмкін. Жасыл картопты көп мөлшерде жеу соланин улану белгілеріне, соның ішінде жүрек айну, су, диареяға алып келуі мүмкін. Дегенмен мұндай уланулар әдетте жаппай уланудан гөрі оқшауланған немесе шағын жағдайларды білдіреді. Соланум мелангена, баялды. Баялды әдетте көкөніс ретінде жейді, бірақ кейбір сорттарда аз мөлшерде соланин бар. Дегенмен бұл деңгейлер әдетте адамдарға ауыр улануды тудырмайды. Мынау соланиннің, яғни ЖСХ, немесе орысша айтқанда жоғары ВЖХ дейді, жоғары өтімді анализ, химиялық анализі. Бергаптин немесе 5-метокси псорален. Көптеген өсімдіктер түрлерінен әсіресе апиация тұқымдасының балтыркөк тұқымдасына және ротация тұқымдасының цитрус титрінде өндірілетін табиғи органикалық химиялық қосылыс. Мысалы, бергаптин апиация тұқымдасының жататын хогвит тұқымдасының 24 өсімдік түрінен алынған. Бергаптин көбінесе терінің ықтимал ауыр қабынуы болып табылатын фотодерматитті тудыратын өсімдіктерде кездеседі. Құрамында бергаптин бар өсімдік бөліктермен жанасу, яғни теріге тікелей контакт, содан кейін ультракүлгін сәулелену, фитодерматитке жауапты негізгі фототоксикалық қосылыс болып табылады. Яғни бір мезетте жасалған анализ. Өлшенген тағамдардың көпшілігінде бар бір фурокумариннен көп, ал кейбіреулерінде сыналған барлық 7 фурокумарин бар. Жалпы фурокумарин концентрациясы жаңа піскен ақ желкен, грейпфрут, лайм шырыны, грейпфрут шырыны әкте ең жоғары болады. Көрсетіп тұрған жиі кездесетін топтар және өсімдік тектес токсиндер. Тағамдардағы натуралды, яғни табиғи токсиндер. Енді қорытындыға келе, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қауіпті азық-түлікпен байланысты қоғамдық денсаулық қауіп тудыретін жаһандық алдын алуды, анықтауды және оларға
ден қоюды жеңілдету үшін азық-түлік өнімдерін бақылаудың ұлттық жүйелерін нығайтуға ұмтылады. Бұған қол жету үшін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мүше мемлекеттерге келесі жолдармен қолдау көрсетеді. Яғни халықаралық стандарттары, алиментариус кодексі деп аталатын нұсқаулар, ұсыныстар, олар яғни химиялық және биологиялық қауіптерді тәуелсіз ғылыми бақылауды қамтамасыз етеді. Азық-түлік тізбегі бойынша ұлттық азық-түлікті бақылау жүйелерінің тиімділігін бағалау, одан әрі дамытудың басым бағыттарын және федералды америкалық ұйым дейді, және денсаулық сақтау ұйымы азық-түлік өнімдерін бақылау жүйелерін бағалау құралын пайдалана отырып, уақыт бойынша прогресті өлшеу және бағалау, генетикалық модификация, тамақ өнімдерін өсіру және нанотехнологиялар сияқты тамақ өндірісіне қолданылатын және технология қауіпсіздігін бағалау, азық-түлік қауіпсіздігін тәуекелдерін басқару, сонымен қатар барлық инфрақұрылымды құруға жәрдемдеседі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы аурулардың жүйелін алдын алу және хабардар ету бағдарламалары және қауіпсіз азық-түліктің 5 кілті туралы хабарламалар және оқу материалдарын арқылы қауіпсіз азық-түлікпен жұмыс істеуге ықпал етеді. Денсаулық қауіпсіздігінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде азық-түлік қауіпсіздігін ілгерілету және халықаралық денсаулық сақтау ережелеріне сәйкес азық-түлік қауіпсіздігін ұлттық саясаттар мен бағдарламаларға біріктіру. Денсаулық сақтау ұйымының азық-түлік қауіпсіздігінің жаһандық стратегиясы бар, яғни 2022-2030 жылдарға арналған. Ол жаңартылған стратегия болып табылады. Яғни азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымымен, дүниежүзілік денсаулық жануарлар денсаулығы ұйымымен тығыз жұмыс істейді. Мынау яғни 7 ең қауіпті, өмірге қауіпті химиялық қосылыстар, яғни ботулин, тетанус токсині, бағанағы сіреспе, дифтерия, диоксин, мускарин, буфотоксин, сарин. Мынау яғни тәтті, шие құрамында кездесетін цианид, яғни цианидин қосылысы өте аурулануға алып келеді. Амигдалин немесе бадам органикалық қосылыс, бадам қышқылы нитрил лентибиазид, химиялық формуласы С2H2 7N11. Балқу температурасы 215 градус. Прунус тұқымдасы мен малея тұқымының көптеген өсімдіктердің өзегі мен тұқымында кездесетін цианогенді гликозид оларға ащы дәм береді. Алдымен ащы бадам, прунус, шабдалы мен өрік құрамында да кездеседі. Амигдалин молекуласы құрамында 2 гидролизенттің эфир байланысы бар және белгілі бір ферменттер мен қышқылдардың қатысуымен кішірек фрагменттерді түзу үшін гидролиздену мүмкін. Ортаның химиялық құрамына байланысты гидролиз 1 немесе 2 эфирлік байланыста болуы мүмкін. Гидролиздің бағыты каталитикалық әсер түріне байланысты. Эмульсин болған кезде және ферментативті емес қышқыл гидролизінде 2 байланыс бойымен дырау жүреді. 1 амигдалин молекуласы 2 глюкоза молекуласын және агликонды түзетін бадам қышқыл нитрилі болып табылады. Яғни бадам қышқыл кездесетін шие, өрік, нектарин, шабдалы секілді алмада да кездесетін көріп отырамыз. Мынау яғни бадам дейді, тағы да қияр дейді, сол тұқымдастарда жиі кездеседі. Енді мынау миндаль дейді ғой қазақша. Алма шырыны, шырындар, солардың құрамында кездесетін амигдалиннің ЖЗХ анализі. Мынау яғни санырғылақтардың улы құрамындағы улы заттары. Аманотоксин, ореланин, гераметрин, мускимол, мускарин.
Аматоксиндер яғни асқазан жасушаларының және әсіресе ішек энтероциттерінің бұзылуына әкеледі. Аматоксиндердің әсеріне ең сезімтал бауыр мен бүйрек жасушалары, дегенмен әсері баяу. Ең төменгі өлім дозасы адам ағзасына 0,1 миллиграммнан 7 миллиграмм килограммға дейін. Аматоксиндер астан ішек жолында оңай сіңіп, адам ағзасына таралады. 50%-дан астамы токсиндердің негізгі нысанасы болып табылатын бауырда сақталады. Яғни бұл улы заттың орган мишень дейді, немесе нышан ағзасы бар. Аматоксиндер 8 амин қышқыл қалдықтарынан тұратын циклдық октопептидтер. Олар аммоник, галерин және липиод тұқымдас саңырауқұлақтардың жеміс денелерінде кездеседі. Иә, бозғылт нәжіс осы жерден пайда болады. Аматоксиндер әлемдегі ең күшті гепатоксиндердің бірі болып табылады. Сондықтан сіз қанша ішсеңіз де бұл сұлықтан салыстыруға болмайды. Аматоксиндер хабаршы РНК синтезін блоктайды және гепатоциттердің некрозын тудырады, өліміне әкеледі. Бауыр ол тақ ағза, онсыз өмір сүруге тіптен мүмкін емес. Жасырын кезінде 6,5 сағат, яғни есін жиып астынан шаюға сеніп түрде уақыт болмайды. Симптомдар кенеттен пайда болады. Қатты құсу, іштің ауруы, диарея, қан байқалады кейде диареяның нәжісте. Әлсіздік пен су электролиттік теңгерімсіздік күшейеді. Екінші, үшінші күннің гепатопатияның белгілері дамиды, яғни бауыр ұлғаяды, көңіл күйі, сарғаю, геморроидал диатез пайда болуы мүмкін. Нефропатия, бауыр бүйрек жеткіліксіздігі, анурия, кома дамиды, бәрі қайғылы. Балаларда улану өте ауыр өтеді. Яғни баланың анатофизиологиялық ерекшеліктеріне байланысты, организм толыққанды жетілмеуіне байланысты бұл өзгерістер бауыр атрофиясына және тез өлімге де алып келуі мүмкін. Өлімнің негізгі себебі ретінде яғни жедел бауыр жеткіліксіздігі, сирек жедел бауыр бүйрек жеткіліксіздігі әкеледі. Көріп отырғанымыздай, қарапайым күнделікті жеп жүрген шоколадта да улы заттардың концентрациясы болуы мүмкін. Теобрамин шоколадта кездесетін тағы бір стимулятор. Ол сондай кофеинге ұқсас жұмыс істейді. Мидағы аденозиндік рецепторларды блоктайды және ұйқышылдықты азайтады. 100 грамм сүт шоколадында шамамен 200 миллиграмм теобрамин болады. Шын мәнінде теобрамин шоколадтың уыттылығының кінәсі болып табылады. Бұл дабыл үшін емес, біз жейтін химиялық заттар көпшілігі үлкен мөлшерде улы, бірақ әдетте тұтынылатын мөлшерде мүлдем зиянсыз. Мысалы ретінде токсикологиялық доза уландырады деген мәтел бар. Адамдар үшін өлімге әкелетін орташа доза кейбір деректер бойынша дене салмағы килограммына 1000 миллиграмм деп бағаланады. Қара шоколад 100 граммда 600 миллиграммға дейін теобрамин болуы мүмкін. Бірақ 100 грамм шоколад ол үлкен мөлшер, жиі бұндай санмен қолданбайды. Мына сырада да улы заттары да бар. Көріп отырғаныңыздай, қолдан жасалған сырадағы микотоксиндер шикізаттың тиісті аспектілерін шолу, өндіріс қадамдары және олармен байланысты реттеу мәселелері. Қолөнер сырасына отталған немесе ерітілмеген бидай, жүгері, күріш және құмай кіруі мүмкін. Бұл дәндер танапта немесе сақталу кезінде токсигенді саңырауқұлақтармен ластануы мүмкін. Ал қолайлы жағдайларда микотоксиндер пайда болуы мүмкін. Микотоксиндер сыра қайнату процесінде жойылмайды және соңғы өлімде табылмайды. Сонымен қатар сыра қайнату процесінде модификацияланған микотоксиндер түзілуі мүмкін. Яғни аспергиллус, фузариум, пенициллиум өндіретін микотоксиндер туралы өзекті ақпаратты, сонымен қатар сыра қайнату процесінде микотоксин өндірісі мен жаңағы ақпаратты біріктіреді. Ауыл шаруашылық егін жинаудан кейінгі жұмсарту стратегиялар дәнді дақылдарда токсигенді саңырауқұлақтардың өсуін
және микотоксиндердің пайда болуын болдырмаудың ең тиімді нұсқаулары болып табылады. Мынау шарап қолданылатын, яғни бұл жерде де флаван 3, танин, флавонолдар секілді улы заттар болуы мүмкін. Олар жалпы микотоксиндерге жатады. Яғни ол жалпы тамақ өнеркәсібінде тұтынушылардың денсаулығына әсер ететін кең таралған мәселе болып табылады. Шарапта, қызыл шарапта әсіресе улы заттардың көзі болуы мүмкін. Ақ шарапта охротоксин Аның құжатталған көзі, ол жүк тәрізді саңырауқұлақтар шығаратын жалпы жоғары өтті екіншілік метаболиттердің бірі. Микотоксин деңгейі ферментпен байланысты иммуносорбенттік талдау ELISA арқылы анықталады. pH мәндері потенциометриялық әдіспен анықталады. Зерттеуге енгізілген шараптардың барлығында микотоксин деңгейі белгіленген шектен жоғары болды. Қорытындылай келе, шарап тек ота ғана емес, сонымен қатар алғаш рет көрсетілген DON-T2 және NT2 токсиндері де көптеген микотоксин көзі болып табылады. Яғни қосымша зерттеулер қажет деді. Қызыл шараптағы микотоксиндер, яғни охротоксин А, органикалық қосылыс болып табылады. Кумарин туындысы, аспергил және пеницилл туысының микроскопиялық зенсарлығын түзіледі. Бұл ластаушы мутаген болып, мутагендік әсері бар. Вомитоксин, сонымен қатар дезоксини валинол, органикалық зат, трихотецендік микотоксин, микрометцтердің бірнеше түрі, микроскопиялық зендерден түзілетін қайталама метаболит, ластанушы болып табылады. Өте улы, ол құсу және астан ішек жолдарының бұзылуымен жүретін ауыр улануды тудырады. Сонымен қатар микотоксикозға алып келеді. Иммуносупрессиялық әсері бар. Қызыл шараптағы микотоксиндер Т2 және НТ2 токсиндерін талдау. Т2 және НТ2 иммунов аффинділік бағандарын тазартудан кейін көмегімен жүргізіледі. Талдаған сүт ошағының барлық үлгілері Т2 токсинмен және НТ2 токсинмен ластанған. Вискида да жиі қолданылатын алкогольдердің бірі қазір. Лактанол, фенол, альдегидтер және басқа да қосылыстар бар екен көруіңізге болады. Ром, яғни бұнда да улы заттар көп көріп отырғанымыздай. Сидр, былайша қарағанда алма шырынының алкоголь қоспасы болып табылады, бірақ та бұл жерде де өзгерістер бар. Текила, бұл жерде де улы заттар тудыратын агенттерді көріп тұрсыз. Назарларыңызға рахмет. Сәттілік тілеймін.